Айгерім, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Саламатсыздар Қалыңыз ма? қалай? Жағдайыңыз қалай? Рахмет, шүкір, Бізде жақсы. өте қуанышты хабардың бірі, жаңа өзіңіз көрдіңіз, Енді 100% көзіміз жетіп отқан жоқ, бірақ бізге осындай кісі хабарласты, мен Гүлнардың анасымын деп. Енді сол жылы жалғыз Гүлнарды жаңа балалар үйіне тастамаған шығар дегенде бізге ой келіп отыр. Ол сол 98 жылдың өзі көп аналар тастауы мүмкін ғой баласын. Бірақ енді мына кісі сол шын жүрегімен айтып отыр, бірақ енді алдағы уақытта ДНК сараптамасымен анықтайтын боламыз. Сіз не дейсіз осы мәселеге? Білмеймін, Айбек мырза, менің жүрегім сенбейді шынымен де мына анасы дегенге. Бұл мүмкін сәйкестік шығар, бірақ басқа адам сияқты, себебі ол бала тастап тұрған кезде басқа есім болған, мына жақта басқа есім. Білмеймін енді. Мен сеніңкіремей тұрмын. Енді ол жерде ауыстырып жазу да мүмкін, болмаса атын ауыстыру да мүмкін. Иә, бәрі мүмкін ғой, бірақ ана әйел адамдарда негізі интуиция деген, түйсік деген нәрсе жақсы дамыған ғой. Ол түсініксіз, мен білмеймін, мен сенбей тұрмын. Сіздің интуицияңыз сенбей тұр ма? Иә. Енді бізде де қазір неше түрлі ой жүріп қой, енді ойлар келіп жатыр. Ол егер өзінің қызы болмаса, енді звондамайтын да шығар деп, бірақ анықтаймыз. Айгерім әдемі болып кетіпті ғой дейді. Көп рахмет. Не ол бүгін көңіл күйіңіз жоқ қой? Көңіл күйім мен әрқашан бар. Менде тек бір мәселе, менің жаңағы ұйқым қанбайды. Соған байланысты сабақ жоспарын дайындау, тексеру деген сияқты мәселелер. Жұмыстағы қазір барлығы онлайн тәртіпке өткендіктен онлайн тіпті 2 есе жұмыс көп ұстаздарда. Көзден көз қалған жоқ, көзің көру нашарлап баратыр, күннен күнге деп бүкіл проблеманы айтты. Гүлнара психологически ауырады, танимын оны дейді. Біздің Гүлнарды айтып отыр ғой деймін. Гүлнардың анасымын деп хабарласып тұрған адамның аты Анар. Сонда Алтынай Мұқашева деген аты жөні қайдан алынған, балалар үйіне ондай есімін қалай түсіп тұр дейді. Енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Жоқ, жаңағы сіз неге, тағы да мен күмәнданғаным, неге сіз Гүлнарды қызым деп ойлайсыз деп сұраған кезде, я чувствую дейді да, бірақ ол деген нақты дәлел емес, ол факт емес, оған сүйеніп қызым деп айту бұна болмайтын сияқты. Айбек, мына ел Анар деген мамасы емес, сөйлегенде жалған айтып тұр, сенбеңдер дейді. Қазір бізде қыздар сөйлесіп жатыр. Енді ол кісі осында жазып жатыр да, көрермендер ішіп алған ба деп. Бірақ енді ол кісі жылағаннан кейін дұрыс сөйлесе алмай тұр. Жалпы хабарласқан әйел адамдардың бәрін мен ДНК жасау беретін, ДНК деген арзан дүние емес қой, мысалы 80 теңге емес ол. 80 мыңның көлемінде 100 мыңға таяу. Бүйтіп бостан босқа егерде көздері жетпей тұрса, хабарласып бермеу дұрыс шығар деп ойлаймын мен. Айгерімнің проблемасы қашан шешіліп, қашан кетеді Айбек дейді. Айгерімнің мәселесі осы аптада міндетті түрде шешіледі деп ойлаймыз, Айгерім? Деп ойлаймыз, иә. Айгерім жаным дейді. Қай жері әдемі Айгерім дейді. Айгерім жаным. Айбек, сіз үйленгенсіз ба дейді. Тахирге қарасам ауырып отырған сияқтын түсінбей қалдым дейді. Тахир өз қобалжып уайымдап отыр. Гүлнар, Анар аттар ұқсайды екен дейді. Жалпы жаңағы пікірге жауап бергім келеді. Алланың әрбір жаратылысы әдемі ғой. Оның үстіне әйел адамның сұлу емесі, көркемсізі болмайды деп ойлаймын. Сондықтан да мен әдемімін. Өзіңізге қатысты жауап беріп отыр екенсіз ғой. Айбек, Сандуғаштан сұхбат алмай қойшы дейді. Жарайды, айтқандарыңыз болсын. Бүгін алмаймын. ДНК-дан бас тартып тұрғанына қарағанда ол емес. ДНК-дан бас тартып тұрған жоқ ол кісі. Шын анасы болғанда жетіп келері де әлде қашан дейді. Енді қандай жағдайда қалдырды, қалай дүниеге келді, ол жағы әлі белгісіз. Ештеңе білмей жатып, ештеңе айтпай қояйық. Мамасы болса жақсы болар еді дейді. ДНК тапсыру неше теңге, өтініш айтасыз ба? ДНК сараптамасын біз осыдан 2 жыл бұрын жасатқамыз. Бір кісінің қызын іздегенде қызын таптық, Атыраудан, Ақтаудан ба?
Сол кезде біз 69 мың теңгеге жасатқанбыз, Астана қаласынан жасатқанбыз. Айбек, неге менікін оқымайсың дейді. Оқып отырмын шамам келгенше. Анасы болар, соншама жыламайды ғой, анасы болмаса дейді. Иә, ол жағы да бар. Айгерім не үшін отыр дейді? Айгерім мәселесі белгілі ғой. Иә, міне жазып жатыр. ДНК 90 мың теңге, ДНК 70 мың теңге дейді. ДНК жасау керек. Айбек, как дела? Жақсы. Айгерім кетсе, Сандуғаш пен Динара одан сайын құтыратын болды дейді. Все болды, рахмет, уақыт бітті.